Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді алмалы шарлотка жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге 3 жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап салып алып, қантпен араластырамыз. Толық мөлшері төменде көрсетілген, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Біркелкі көбік болуы керек. Міне осылай болғанша араластырамыз. Сосын бұған творогымызбен маргаринімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Творог тәтті болса да болады, қантсыз болса да болады. Себебі өзінің ішінде де қанты бар. Пампушка маргарины 180 грамын солай салдым. Бөлме температурасында болуы міндетті. Миксеріңізге ауыр болып кетеді ато ең бастысы. Міне жақсылап араластырып алғаннан кейін бір шай қасықпен разрыхлитель саламыз, және де арнайы електен өткізілген ұнымызды жай-жаймен саламыз. Міне ұнымызды көз мөлшерімен қоюланғанша салып шығатын боламыз. Міне осындай қоюлықта болуы керек. Енді бұны өзіміздің табамызға салып аламыз. Егер пергамент қағазға күмәніңіз болса, астын майлау керек. Менде поклан қағазы, сондықтан оған еш нәрсе жабыспайды. Осылай біркелкі етіп жағып шығамыз. Енді алмамызды бетіне қойып шығатын боламыз әдемілеп. Осыны 180 градусқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басыңыздар.